Сәлеметсіңдер ме? Мен Сыгаева Қымбат Сагидоллаевна, Инноватив колледж мекемесінің химия пәнінің оқытушысы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз практикалық сабақ. Тақырыбы байланыстың қанықпағандығына сапалық реакция. Сабағымыздың мақсаты қанықпағандық терминін және осы қосылыстардың қасиеттерінің әсерін түсіндіру. Қанықпаған көмірсутектер, соның ішінде этиленді көмірсутектер туралы білімді меңгеруді қамтамасыз ету. Алкендердің қанықпағандығын тәжірибе жүзінде дәлелдеу. Біз өткен сабақтан білеміз, алкендер молекула құрамында бір қос байланысы бар. Жалпы формуласы CnH2n болатын қанықпаған көмірсутектер. Алкендердің ең қарапайым өкілі құрамында екі көміртек атомы бар, этилен, яғни формуласы C2H4. Алкендердің гомологтық қатары этиленнен басталатындықтан алкендер этилен қатарының көмірсутектері немесе олефиндер деп аталады. Құрамында қос байланыс болғандықтан алкендер едәуір белсенді қосылыстар болады. Алкендердің химиялық қасиеттері негізінен молекула құрамындағы қос байланыспен аяқталады. Қос байланыс екі молекулалық орбитальдан тұрады. Біреуі сигма, ал екіншісі пи типті. Әртүрлі реагенттердің әсерінен әлсіздеу пи байланыс үзіліп кетеді. Этилен қатарындағы көмірсутектер қаныққан көмірсутектердегідей химиялық элементтерден, яғни көміртегі және сутегіден құралғандықтан, бұлардың қасиеттері бірдей, яғни жанғыш болып келеді. Мысалы, этиленді жаққанда ауада су және көміртегі оксидін түзе жанады. Мына формуладан өздерін көріп тұрсыңдар. Этилен оттегімен әрекеттеседі, яғни жанады, көміртегінің 4 валентті оксиді және су бөлінеді. Метанмен салыстырғанда этилен ауада жарқыраған жалын шығарып жанады. Бұл айырмашылық ең алдымен этилен құрамында көміртегінің көп мөлшерде болуына байланысты. Этилен молекуласы айырылған кезде түзілетін көміртегі бірден жанып кетпейді. Оның бөлшектері алдымен қатты қызады, сөйтіп жалынды жарқыратып жанады. Содан кейін ғана оның сыртқы бөлігі толық жанып кетеді. Бірақ этилен мен оның гомологтары элементтер құрамы бойынша қаныққан көмірсутектерге ұқсас болғанымен, олардың құрылысы басқа болады. Олардың молекуласында ең бастысы қос байланыс бар. Бұл жағдай олардың химиялық қасиеттерінен байқала ма, жоқ па? Осы сұраққа жауап ретінде этиленнің химиялық қасиетін сипаттайтын зертханалық жұмыс ұсынып отырмын. Балалар, осы виртуалды зертхананы мұқият тыңдап, көңіл аударыңдар. Бізге қажетті құрал-жабдықтар: сынауық, майшам, газ жүретін түтікше, этил спирті, күрт қышқыл концентрациясы, бром суы. Этиленді зертханада алу үшін реакция жүретін құрғақ сынауыққа 1-1,5 мл этил спиртін және де 2-3 мл концентрленген күрт қышқылынан қоспа дайындап аламыз. Қоспаны қыздырғанда 1 келгі қайнау үшін сынауыққа алдын ала қыздырылған құмнан аздап саламыз. Сынауықты газ жүретін түтігі бар тығымен жауып, тұрғыға көлбеу бекітеміз. Қоспаның қауіпсіздік шараларын сақтай отырып қыздыруымыз қажет. Екінші бір сынауыққа 2-3 мл бром суын құйып, газ жүретін түтіктің ұшын бром суы құйылған сынауыққа салып, ерітіндіні түссізденгенше газ өткіземіз. Этилен газы бромды сумен әрекеттескенде ерітіндідегі бромның қызыл-қоңыр түсі жойылады. Бром суының түссізденуі көмірсутекте қос байланыстың бар екендігін анықтайтын сапалық реакция болып табылады. Келесі, үшінші сынауыққа
2-3 мл күрт қышқылымен қышқылданған калий перманганатының сұйытылған ерітіндісін құйып, бөлінген газды осы сұйықтық арқылы өткіземіз. Этиленді калий перманганат ерітіндісі арқылы өткізгенде ерітіндінің күлгін түсі жойылады. Бұл реакцияда қанықпаған көмірсутектердің сапалық реакциясы болып табылады. Келесі этиленнің жануы. Қоспаны қыздыру тоқтатпай, газ жүретін түтіктің ұшын жоғары қаратып, бөлініп жатқан этилен газын тұтатып, этиленнің жануын бақылаймыз. Этилен жанғанда жарқырап, жылуды көп мөлшерде бөліп жанады. Демек, балалар, біз сендерге алдыңғы сабақтарда химиялық қасиеттермен толық тоқталып өткен кезде осы алкендерге тән сапалық реакция туралы толық мағлұмат берген болатынбыз. Енді мына жерде, балалар, мен сендерге көмек ретінде осы этиленді алу, зертханада алу жолдары, яғни спирттердің дегидратациясы арқылы алу және спирттерді дегалогендеу арқылы алу жолдарын сендерге көмек ретінде ұсынып отырмын. Осы зертханалық жұмысты өңдеген кезде осы алдыңғы алкендердің химиялық реакциясын көмек ретінде пайдалануларыңа болады. Сендерге үйге тапсырма. Осы виртуалдық зертхана бойынша алған мәліметтеріңді жұмыс дәптерге өңдеу. Сендерге мына жерде жұмыс дәптерде қалай өңдеу керек екені беріліп тұр. Яғни, оны өңдеу үшін сендер алдыңғы зертхананы мұқият тыңдап алу керексіңдер. Екінші тапсырма. Қосымша материалды қолдана отырып, алкендер тақырыбы бойынша АВС деңгейлі тапсырма құрастыру. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.